Қайырлы кеш, құрметті достар. Қазір Алматыда кешкі сағат 8:00. Бұл уақытта қаланың тең жартысы жұмыстан, оқу орнынан шаршап шығып үйіне қайтып бара жатса, ал Алматының Арбатында қызық енді ғана басталатын уақыт. Айтпақшы достар, видеоны көрмес бұрын ең алдымен біздің каналымызға тіркеліп алыңыздар, өйткені әр шығарылым шығар алдында сіздерге міндетті түрде хабарландыру келіп отырады. Сондықтан біздің видеоларымызды жіберіп алмаңыздар. Мен студентпін және мені қызықтыратыны кешкі уақытта бұл жерде кімдер ақша табады және бұл экономика қалай жұмыс жасайды. Ендеше азғантай ғана уақыттардың ішінде біз сіздерге Арбаттың түрлі қыр-сырларын ашып беретін боламыз. Ендеше кеттік. Көше өнері, салықсыз бизнеспен. Мына менің артымда тұрған робот адамды көріп тұрсыздар ма? Арбатта осы сынды әншілер, суретшілер, бишілер, осындай күшті жұмыс жасайтын адамдарды қазір өте көп кездестіреміз. Сол кісілермен сұхбаттасып көрейік. Сәлеметсіз бе? Сіз қанша уақыттан бері осында жұмыс жасайсыз? Бүгін бірінші күн. Бірінші күн, иә? Бүгін бірінші күн. Жалпы сіз өзіңіз студентсіз бе, әлде қалай? Студент. Қай жерде оқисыз? Мен дайындық курста, Казнуда. Казнуда оқисыз. Яғни сіз осылай кешкі уақыттарда Арбатқа шығу арқылы қосымша ақша табасыз? Иә, солай. Осыған дейін осылай аниматор болып жұмыс жасап көргенсіз бе? Жоқ, бүгін бірінші күн. Егер де құпия болмаса, бір күнде қанша табыс табасыз? Мен бүгін бірінші күн. Сонда қанша ақша беретін емес, бірақ жұмыс жасай бересіз ба сонда? Иә, бір кешкі уақытқа байланысты ғой. 5-тен 10-ға шейін. 10-нан жоғары 20-ға. Жұмысыңыз өзіңізге ұнайды, иә? Иә, ұнайды. Рахмет, видео қарап бір қол бұлғап жүрсек. Келесі кезекте біз Аюды кездестірдік. Есіміңіз кім? Дабыр. Кім? Дабыр. Дабыр? Сіз студентсіз бе? Жоқ, колледж бітіргенмін, қазір жұмыс істеймін. Осылай жиі шығып тұрасыз ба, аниматор болып жұмыс жасап? Иә, жиі. Сізге бұл жұмысты жасаған өзіңізге қызықты ма? Маған өзіме қызықты, елдерге көңіл күй сыйлаймыз, еще өзімнің де көңіл күйім көтеріледі. Егер де құпия бұл не түсіремін? Тикток түсіремін. Демек сізге адамдарға көңіл күй, жылы жаңағындай лебізіңізді білдірген ұнайды, иә? Иә, конечно. Егер де құпия болмаса, сіздің бір күндік табысыңыз қанша? Табыс болғанда менде табыс жоқ, тек қана елдерге көңіл күй сыйлау. Мысалы, елдер келеді, фотоға түсейік дейді, ақшалай деп қоямын, қанша береміз дейді, көңіліңізден шыққан деп қоямын. Елдер өз қалаған береді, кейбіреулер бермейді кетеді. Солай. Мынанша бересіз деп айтпаймын, өздері біліп береді адамдар. Мәссаған, сонда бұл тек қана сіздің хоббиіңіз деп атасақ болады, иә? Иә, хобби десем болады. Тамаша, рахмет көп. Ісіңізге сәттілік, құшақтасам болады ма? Рахмет, осылай күліп ойнап жүре беріңіздер. Рахмет. Мәссаған. Осы. Все, жақсы. Сізге тіркеліп аламыз. Ісіңізге сәттілік. Мәссаған достар, өзім қанша жылдан бері Алматыда тұрсам да, Арбатқа бұлай жиі келмейді екен, бірақ бүгін мен өте сондай мейірімге жүректері толы жандарды кездестіріп жатырмын. Мұндағы адамдардың бәріне қарасаң, бәрі бақытты, өздерін жаңағыдай қысылмайды, еш бос ұстайды, емін еркін, бәрінің көңіл күйлері өте көтеріңкі, сондай күшті вайбта да. Ары қарай жалғастырамыз, жүріңіздер. Сәлеметсіздер ме? Есімдеріңіз кім? Аяна. Аяна, сіз студентсіз бе? Студент, бірінші курс студентімін. Қай жерде оқисыз? Алматы технологиялық университетінде. Ату, иә? Атуда. Жалпы, сіздер Алматының кісілер ма, әлде басқа қалалардан келіп оқып жатсыздар ма? Өзім басқа қаладан, Тараз қаласынан келгем. Енді бірінші курс екенсіз, демек сіз Арбатқа жиі келесіз деген сөз, иә? Аптасына бір рет келіп тұрамыз Арбатқа. Басқа парктерге қарағанда Арбат ерекше ме, әлде қалай сізге? Просто Арбатта халық көп, қызығырақ, өзіңе орта табыласың, жақсы адамдармен әңгіме айтып, елбе әзілдесіп ойнап жүрген күшті, соған келеміз. Достар, біз жаңа айтып өткенімдей, шетелдік азаматтарды өте көп жолықтырып жатырмын. Соның ішінде қазір біз Дани деген ер азаматпен сұхбаттасып көретін боламыз. Hello, Dani. Hello. How are you feeling? Good. Cold. So next question is, what do you think about this place, about Arbat? I think it's good. It's comfy, accommodating, and it's good. More.
More? Yes. Okay, first things first, it's good tour for foreigners. If you're a foreigner and you come here, it's actually good. And the place is quite relaxing, and then you get to see many people, interact with different people, just like as I'm doing now. But it's actually good. It's a fun place. So, Okay, thank you. Are you a student? no. Who are you? Who am I? I am who I am. I'm a footballer. When you coming for Almaty? Sorry. Firstly, where are you from? Where am I from? I am Nigerian, by the way, though. I am not from Shimket. I am Nigerian. Oh, Nigeria, so. Okay. When you coming for Almaty? To Almaty? Around last year, May, June, yeah. So you like this place? Yeah, I do like this place because I walk straight, no up, not far. I walk at Nanduk. Yes, I walk at Nanduk. Тәтті мақтан иісі сіздерге де келіп жатыр ма? Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Есіміңіз кім болады? Ұлағат болады. Ұлағат. Ұлағат, сіз студентсіз бе әлде оқушысыз ба? Студент. Қай жерде оқисыз? Сымбат колледж. Сымбат колледж. Нешінші курста оқисыз? Бірінші курс қой. Бірінші курс және уже жұмыс жасап жатырсыз ба? Иә. Осы Алматыдансыз ба әлде басқа қаладан келдіңіз бе? Негізі Қытайдан келгем. Қытайдан? Мәссаған, қашаннан бері осы Алматыда осылай тәтті мақта сатумен айналысып жатырсыз? Болған шығар. Бір апта. Бұл сіздің өзіңіздің жеке бизнесіңіз бе әлде біреуге жұмыс жасап жатырсыз? Біреуге жұмыс жасап жатырмын. Аха. Сабақ пен жұмысты бірге алып жүру қиын емес пе? Жоқ, негізі қиын емес. Таңнан кешке дейін тұрмайсыз, енді сабақ болғаннан кейін кешкі уақытта келіп осылай жұмыс жасайсыз. 2-3 жерде сабақ бітеді, сол кезде келіп жасаймын. Сағат нешеге дейін жасайсыз? Түнгі сағат 10, 11, 12-ге дейін. Сосын таңертең тұрып күнделікті қайтадан оқуыңызға кетеді. Шаршамайсыз ба? Жоқ. Мәссаған. Жалпы неге дәл мақта сатумен басқа да мына жерде көріп тұрсам, донер, бургер, мороженое сататын жұмыстар бар. Неге дәл мақта сатумен айналысасыз? Братаныкі ғой негізі. Өзіңіздің ағаңыз туысқан қарым-қатынас, иә. Жақсы. Егер де құпия болмаса, осы мақта сату арқылы сіз күніне қанша пайда табасыз? Күніне пайда 10-15 мың ғой. 10-15 мың таза пайда. Мхм. График қандай? Күнде шығасыз ба? Негізі өзің білесің, қашан шығасың, шықпайсың, айтып қойсаң болады главное. Ағаңыз болғаннан кейін қалаған уақытыңызда шығасыз, қалаған уақытыңызда шықпайсыз, иә? Мәссаған, керемет. Өте таңғаларлық жағдай. Өйткені бірінші курс студенттері әдетте басым бөлігінде сабақ оқиды, жұмыс жасамайды. Өте қуаныштымын. Ісіңізге сәттілік тілейміз. Сонымен біз не көрдік? Кешкі уақыттарда Арбатта өмір тоқтамайды, керісінше қаржы айналымы ұлғая түседі. Бұл Арбатта шығармашылық, еңбек және демалыс тоғысқан орын. Сондықтан Арбатқа жиі келіп демалып тұрыңыздар. Рахмет.